Жаңа тас ғасыры, неолит, біздің заманымыздан бұрынғы 5-3 мыңжылдықтары. Сәлеметсіздер ме, балалар? Мұның алдындағы сабақтарда біз тас дәуірінің ерте, орта және жаңа ғасыры болып үшке бөлінетінін білеміз. Соның ішінде адам баласының тастан жасалған құралдардың барлық түрін меңгерген және еңбек құралдарының барынша жетілген кезі жаңа тас ғасыры, яғни неолит кезеңі. Сондықтан біз бүгінгі сабағымызда жаңа тас ғасырының ерекшеліктері мен ескерткіштерін жөніндегі мәселелерді талқыға саламыз. Жаңа тас ғасырының ерекшелігі осы кезеңде бұрын болмаған экономикалық және қоғамдық өрлеу басталды. Адамдар жабайы жануарларды қолға үйретіп, кетпенмен жер өңдеудің қарапайым түрімен айналыса бастады. Шаруашылықтың осындай жаңа түрлерінің шығуы адамзат қоғамының дамуында аса маңызды рөл атқарды және адамның кәсіби қабілетін кеңейтіп, мінез-құлқының сапасын жақсартты. Неолит дәуірінің басты ерекшелігі өнімді еңбектің пайда болуы. Осының нәтижесінде адамдар саз балшықтан жасалып, отта күйдірілген мықты қыш ыдыс, керамика жасауды үйренді. Сондықтан бұл дәуірді кейде қыш құмыралар заманы деп атайды. Бірақ бұл ыдыстар қолмен жасалғандықтан өте қарапайым болды. Осындай қарапайым үй заттарының өзінен ақ олардың сұлулыққа талпынысын байқаймыз. Ыдыстарға күйдірмей тұрып, жұмсақ кезінде арнайы дайындалған сүйек және ағаш таяқшамен немесе қарапайым қалыппен онша күрделі емес геометриялық өрнектер салынған. Жаңа тас дәуірінде жер өңдеудің қалыптасуы әйелдер еңбегінің ауқымын кеңейте түсті. Олар тамақ жасап, бала тәрбиелеумен қатар жер жырту, егін егу, астық жинап қамбаға тасу жұмыстарын атқарған. Әйелдер еңбегінің артуынан олар жетекші орынға шығып, қоғамда аналық ұру, матриархат қалыптасты. Еңбек құралдарының дамуы. Бұл кезеңде тас өңдеу әдістері жоғары дәрежеге жетіп, адамдар тасты кесу, жону, жылтырата тегістеу әдістерін меңгерді. Олар пышақ, орық жасауда, кішкене тас қалақтардан сына дайындай білді. Тастың тұтқыр түрлерінен балта, кетпен, келік елсап жасаса, граниттен дәнүккіш жасады. Неолиттік тұрақтар. Неолиттік тұрақтар Қазақстанда көптеп кездеседі. Оларға Шығыс Қазақстандағы Усть-Нарым, Қызылсу, Сатшығыз, Орталық Қазақстандағы Қосқұдық, Ырғыз, Қараторғай, Зеленая Балка, Солтүстік Қазақстандағы Қаратомар, Ботай, Пенки, Оңтүстік Қазақстандағы Қараүңгір, Қарақұдық, Бүркітті, Үшбұлақ, тағы басқа тұрақтар жатады. Қазақстан аумағында 600-ге жуық неолиттік тұрақтар табылған. Неолит тұрақтары орналасу сипатына қарай 4 түрге бөлінеді. Бірінші, бұлақ бойындағы тұрақтар. Екінші, өзен жағасындағы тұрақтары. Үшінші, көл жиегіндегі тұрақтары. Төртінші, үңгірдегі тұрақтары. Қазақстанның оңтүстігінде неолит дәуіріндегі тайпалар мен топтардың өмір сүргенін дәлелдейтін ескерткіштер бар. Сондай ескерткіштердің бірі Арал өңіріндегі Сексеуіл тұрағы. Сексеуіл тұрағы кішігірім төбешіктің үстінде орналасқан. Тұрақтан онша алыс емес жерде жер бетіне шығып жатқан кварциттің, опальдың, халцедонның бай кендері бар. Ежелгі адамдар осы тастардың барлығын құралдар дайындауға пайдаланған. Сонымен қатар ағаш немесе сүйек сапты көптеген тас құралдар мен керамикалық ыдыстар табылды. Сексеуіл тұрағының тұрғындары негізінен аңшылар мен малшылар болған. Олар тастан өздеріне еңбек құралдарын, қарулар, әр түрлі өрнек салынған қыш ыдыстар жасаған және отқа тамақ пісірген. Қаратоғай өзенінің алабынан неолит дәуіріне жататын бірнеше ескерткіштер табылды. Олар негізінен
аңшылардың тұрақтары. Солтүстік шығыс Балқаш маңынан табылған құралдар яшма және кварциттен жасалған. Қостанай облысындағы Ботай тұрағынан табылған жертөлені қазып зерттегенде жабайы жылқының сүйектері табылды. Кейбір сүйектер жылқылардың біразы қолға үйретілгендігін көрсетеді. Сонымен Қазақстанның далалық аудандарында жылқыны қолға үйрету ісі басталған.